дебат ойыны. Бүгін бізде 4 команда қатысады. Оларға берілген қарарлар: бірінші қарар оқушының тәртіпсіздігіне ұста жауапты деп есептейді. Екіншісі ғаламтор мен әлеуметтік желілер зиянды деп есептейді. Ал үшінші қарарымыз компьютерде отырған бала кітап оқыған баланы басқарады деп аталады. Сол осы 3 қарар бойынша қазір біз 4 топтың ойынын көретін боламыз. Біздің демекшілеріміздің дебаттер қауым және біздің қарсылас топ. Мен үкімет тарапының бірінші спикері Бөлікбай Аяру бүгінгі бізге берілген қарар оқушының тәртіпсіздігіне ұста жауапты деп есептейді. Егер мұғалім қолданатын әдістер оқушыға әсер етпесе, оқушыға әсер етпесе өте керемет. Бірақ бұл ең алдымен ата-анадан келіп ұстаз делінген. Ал енді ұстаз оған жауапты болғаннан кейін ары қарай барынша көмектесу тек бір жақ-жақты ғана емес, ары қарай 2-3-4 мұғалім арасында бұл әрекет жүру керек. Баланың тәрбиесіне мектеп ортасы жауапты. Ойынды бастайды. Бірінші қарар бойынша оқушының тәртіпсіздігіне ұстаз жауапты деп есептейді. Армысыздар дебаттер қауым, мен бүгін оппозиция тарапының бірінші спикері Жарбосынов Гранат. Өзімнің дефинициясынан бастай кетемін. Тәртіпсіздік оқушының мектеп ережелерін бұзуы немесе дұрыс емес мінез-құлқын танытуы. Мен үкімет тобының екінші спикері Қосмай Келуова. Мұғалім тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар оқушыларға тәрбие беретін тұлға. Жаңа сіз айта кеткендей, мұғалім қандай болса, оқушы сондай болады дедіңіз. Сонда мұғалімнің іс-әрекетін оқушы қайталайды деген сөзіңіз жоқ. Негізінде көп мұғалімдер өзінің мінез-құлықтарын оқушыларға көрсеткен жағдайда оқушылар да сол мінез-құлықтарын өз бойына сіңіріп, дәл солай мұғалімге ұқсауы мүмкін. Бізде Шеня Зайша, Үшінші спикері Қайдияна. Жаңағы бірінші спикері болған жауаптың жауабы нақты емес. Қоршағанымызда ең алдымен мектепте жауап бастайды. Бір сыныпта 20-30 оқушы болса, мұғалім 45 минутта балаларға тәрбие береді, әлде білім береді? Тәрбиеті білімді береді. Мен оппозиция командасының үшінші спикері Шүргежанды. Сіз жаңа айтып кеткендей, ата-анадан кейін ұстаз деп айтқандай, бірінші ата-ананың рөлі басым. Онда өз позициямызды сақтай арқылы ары бері статистикалық ақпаратты әр спикер бойынша нақты фактормен келтіре кеткен болатын. берілген қарар ол бізде ғаламтор мен әлеуметтік желілер зиянды деп есептейді. Үкімет тарабы және оппозиция. Қазір үкімет тарапының бірінші спикері Жадыра бастайды. Мен үкімет тарапының бірінші спикері Жадыра және біздің палата әлеуметтік желілер мен ғаламторды зиянды деп есептейді. Және біз қолдау мен оппозиция тобының бірінші спикері Мұқадыр Мереев. Біз ғаламтор мен әлеуметтік желілерді пайдалы деп есептейміз. Көмекке ұшырау жиі болатын. Өзі дамытуға болады деп айтты. Дамытуға болады. Жоқ, екінші спикері Фалхитова Гүлбері. Біз өзіміздің тобымыздың атынан әлеуметтік желінің зиянын дәлелдейтін боламыз. Армысыздар, мен оппозиция тобының екінші спикері Смағұл Ерәлиев. Өз аргументтерімді айта кетсем, ғаламтор қазіргі заманның қажеттілігі, ақпараттық технологиялар Үкімет тобының үшінші спикері Михаил Кайсар. Мен өзімнің аргументтерімді айта кетсем, әлеуметтік желілер мен ғаламтор тәуелділік тудырады. Ғаламтор зиян деп жатырсыздар ғой, онда зиян болса, әлем неге оны күнделікті қолданады? Күнделікті пайдаланады.